подкасттың атын сені сұрағаннан кейін біраз уақыттан кейін ойладық та енді осы подкасттың атын қалай қоюға болады, неше түрлі варианттар болды. Сосын мен жаздым ғой подкаст жасайын деп жатырмын, атын қалай қоюға болады деп ше. Ақылды ойлар өзі керек кезден 2 күннен кейін келеді дейді ғой. Сол сияқты сол бір 2-3 күннен кейін енді айқап деп қойдық деді, ананы көрдік, мынаны көрдік. Сосын ойлаймын, жаңа дивани хикмет дегенді қою керек деп. Жаңа айтып дивани хикмет деген негізі бұл осы мына дүниенің ақылы деген, мына дүниедегі мудрость деген мағынаны береді. Бірақ как раз сол кезде Тоқаевтың осы бізде осы диван эксперттер көбейіп кетті, барлығы диванда отырып алып ақылды деген нәрсенің өзі елдің ішінде көп болып кетті. Соған байланысты ойлап едім, может дивани хикмет деп көремін, дивандағы ақылды. Диван кресло бар екен, ол үшін диван қою керек еді. Сәл кешіп қалдың иә негізі. Мен ана нені сұрайын деп едім сенен. Инстаграмын жоғалтып алдың ғой сен. Жыламай қой енді. 800 қанша болды? 858 мың оқырман. 858 мың оқырман Инстаграм. 858 жоқ менде. Сен 300 бір нәрсе бар. 2013 жылдан бастап 2022-ге дейін үздіксіз жүргізілген парақша ғой. Еңбек. 800 қанша дедің? 58 мың. 858 мың. Кәдімгідей қанша? Бір облыс па, аудан ба? Сондай ғой. Соны кім бөліп жіберейін? Ойлап қарасаң кезінде мына айқап деп тұр ғой енді аты. Сол айқаптың таралымы қанша болды? Ойлап қарасаң 20 мыңға жеткен жоқ қой. 20 мыңға жеткен. Сол кезде енді кім сөз бар ғой? Байтұрсынов миллионға жеттік альхамдулилля деп жазған деп. Сол өзінің өмір сүрген жылдарында. Соны ойлап қарасаң бүкіл қазақтың саны миллион болған. Сонда сол кездегі бір қалай айтсам болады, ең ғұламалардың біреуі сол Ахмет Байтұрсыновтың шығарып отқан газеттері, сол кездегі Алаштың шығарып отқан газеттері ең танымал қозғалыстың. Сол 20 мыңға жете алмаса деймін. Қазір былай Қайрат Нұртастың қанша 6 миллион подписчигі бар ма? Сонда бір ақпараттың қаншалықты тез тарайтынына, қаншалықты сол былай қарап тұрсаң үлкен күш қой негізі. Үлкен еңбек оның өзі де. Жаңағыдай 858 мың адам, енді бәрі оқымаса да соның бір жартысы оқығанның өзінде 400 мың адам сенің ойыңды оқу дегеннің өзі былай үлкен инфлюенс дейді ғой қазір. Яғни ақпараттың тез таралуына байланысты Міржақып деген сериал болып жатыр ғой, Оян қазақ деген. Сол жерде Міржақып Дулатовтың Оян қазақ деген кітабы шығады ғой. Сол шыққаннан кейін Базарбек Бәдел деген өлеңді бәрін жаттап алады да кітаптан жаттап алады да, и ауылдың ішінде жүреді, мен Міржақып Дулатовпын деп ше. Аналар кәдімгідей сенеді, өйткені білмейді ғой енді оны. Міржақып Дулатовтың кітабы шықты, бірақ ана кісі жүрді, самозванец дейді ғой. Ауылды аралап, ол еще бүйтіп айтады екен да, мен мысалға осының кітап тағы шығарайын деп жатырмын, маған пұл керек деп ше. Сөйтіп мал жинап кетеді екен да. Сондай болған екен. Өйткені енді мына дәулеттендерде болады ғой, парақшалар, сендерде де болады ғой. Диана Скату. Жарнама кетеді. Өздерін жасап алып, салған суретін алады да, өзінің тез сенен бұрын салып отырады ғой суреттерін ше. Сөйтіп, сол кезде сондай болғанда адамдар енді ол кезде сендіре алмайсың. Анау барып тұрса, мен мысалы Міржақып Дулатовпын десең, сенеді ғой, ауыл тексере алмайды, қанша километр жер тексере алмайды. Факт-чекинг, қайдағы факт-чекинг ол жерде. Сондай ана ақпараттың аз әрең жетуін мысалға сондай заман болды ғой қазір сол кезде ше мысалға. Тек қана газет арқылы, тек қана кітап арқылы. Или естігені бойынша. Енді оның да жақсы жері бар, өйткені қазір постмодерн деген нәрсе ғой. Жақында бір исследованиялардың несін проценттерін көретін болсаңыз, Қазақстанда емес, Ресейде жүргізілген. Сол жерде жаңағы вакцинаға қарсылардың саны, және духқа, бір жынға демей-ақ қой, жақсы балгерлікке, жаңағыдай бір бала ашуға, приворот, экстрасенс, ведьма, нумерология, гороскоп, тағы басқа дегенге сенетіндердің саны. Басқа ол заманға жетпей-ақ қой, 90-шы жылдардың өзінен артып кеткен. 90-шы жылдардан 2 есе артқан шамамен. Қазіргі таңда 2022 жылы 1990 жылғы санмен салыстырған кезде 2 есе көбейген. Процентный соотношениеде, адам санына байланысты емес. Бұның өзі де бір жаңадай ақпараттың таратудың жеңілдігіне байланысты да. Өйткені кезінде сен ақпарат тарату үшін, енді кезінде болғанда анау 19-шы ғасыр болмай-ақ қойық, 1990 жылдың өзінде сенде телевизионный канал болу керек, көпке тарату үшін. Сенде газет болу керек. Сенде әсіресе осы Ресей ТМД елдерінде ол үшін сенде мемлекетпен байланысың болу керек, мемлекеттен одобрение болу керек, сенде біраз ақша болу керек, біраз оған дейінгі оптың болу керек, өмірлік тағы ұстанымдарың болу керек деген сияқты. Яғни соларға ие болған адам ғана тарататын еді. Енді ол ие болған адам
сол өзіне қажетті ақпаратты ғана беріп отырады ғой мысалға. Оның екінші жағы бар. Халыққа мысалға тек қана мемлекеттік пропагандамен айналысады, мемлекеттің қолында бүкіл СМИ, бүкіл бақ өкілі болатын болса, тек қана мысалға қазір Ресей, Ресейді алып қарайтын болсақ, ресейдегілер сенеді ғой кәдімгідей Ресейдің пропагандасына. Ресейліктер. Сол енді 1984 пен «О дивный новый мир» деген екі кітап бар ғой. Екеуі осы тоталитаризмнің екі түрін көрсетеді. Бірісі 1984, қазіргі сіз айтып отқан Ресейдегі тағы басқаны, яғни барлығы мемлекет тотальный контрольда ұстап, ешқандай дефицит информация жасау арқылы болатын болса, өзіне қажетсіз ақпараттың барлығын жойып отыру арқылы. «О дивный новый мирда» шум создавать ету арқылы жетеді. Өзіне, яғни қажетсіз ақпараттардың санын барынша көбейту арқылы адам қайсының шын, қайсының пайдалы, қайсының қажетті, қайсының қажетсіз екенін түсінбейтіндей жағдайға жеткен кезде, ол массада да бәрібір ешқандай бір түсінік, ешқандай не пайда болмайды. Осы екеуі де бәрібір былай жатқан кезде мемлекеттің пропагандасына, мемлекеттің тоталитарлық билігіне алып келуге апаратын жол негізі екеуі де. Білімсіздік те, тотальный білімсіздік, жаңағыдай бір болмайтын ақпаратқа сену, және мүлдем ақпараттың жоқ болуы, ақпараттың толығымен мемлекет тарапынан бақылауда ұсталуының екеуі де бір жақсы нәрсе емес негізі. Фильтр дейсіз ғой. Сен мысалы 857 мың 58. Жарайды, жаман азайтып тастадым ғой. 858 мың оқырман болған кезде бір қорқыныш болмады ма сенде? Мысалға менде 858 мың оқырман болатын болса, бір стори салсам да қорқатын сияқтымын ғой. Бәлеге қаласың ғой ертең, бір кішкене дұрыс кетпесең, кішкене дұрыс айтпасаң, бір нәрсені жарайды сенің мен өзімнен қорқатын едім бар ғой. Өйткені сенде аудиторияң бір саясиға қатысы жоқ, тек қана мысалға сенің өмірің қызық, сенің не істеп жүргенің қызық, аудитория, лайфстайл. Бірақ бәрібір 858 мың адам деген мысалға сен тек мысалға мен достар, мен бүгін сағат 12-де сіздерді алаңда күтемін десең, жоқ дегенде 1000 адам келуі мүмкін ғой былай қараған кезде ше. Қорқынышты емес пе? Жоқ, ондай жауапкершілік, бірақ қорқынышты емес. Енді сенде ондай парақша болса, сенікі менікінен қарағанда әлдеқашан бұрын бұғатталып қалатын еді сенің высказыванияларыңмен. Енді менде бәрібір мен қазір каналда жұмыс істегеннен кейін менде автоматты түрде не айтам, не сөйлеймін, не айтуға болады. Өзің миыңда. Менде андай привычка, әдет қалыптасып қалды ғой. Өзімді ұстаймын, айтатын сөзімді айтам, айтпайтынды ысырып қалам деген сияқты. Бірақ мен барынша бәрібір каналдағы жұмыс бөлек, парақшам бөлек қой. Бәрібір кішкене ашық болуға тырысатынмын. Ол билік болсын, саясат болсын, өз өмірім болсын, қорықпай айта беретінмін. Сол қорықпай айта беретіннің салдарынан айырып қалып отырмын ғой ЛГБТ үшін. ЛГБТ? Мен ЛГБТ-ға бір Марвелдің киносы шықты, қазір есімде жоқ, содан шықтым да. Одан кейін бір жаңалық шықты. Дисней естідіңіз бе? Диснейдің кейіпкерлері, жоқ, оған қатысы жоқ, оған дейін болды менде. Кейіпкерлері тіпті балалардың мультфильмдерінде осындай ЛГБТ өкілдері болады деп. Мен айттым, жарайды, Марвелда бола берсін, оған ешқандай қарсылығым жоқ, бірақ не үшін балалар, кішкентай балалар, жасөспірім емес, кішкентай балалар осыны көріп өсу керек деген сияқты менде бір шағым болған. Шағымды өзің сторида айттың? Сторис емес, мен пост жазғам. Не үшін Дисней ондай қағиданы ұстанып жатыр? Балаларға бұл аса қатты бір қажет емес ақпарат қой. Мұндай дүние бар. Жігіт пен жігіт бірге болса, қыз бен қыз бірге болса, ол күшті деген дүние үшін олар құптайды, дәріптейді деп. Одан кейін бір жалпылама шағымдану болды менің парақшама, сол постқа бұғатталып қалды. Нұртас Адамбай шығар. Жоқ, керісінше ол мені қолдау керек. Одан кейін жабылып қалды. Қайтарамыз деді, хат жаздық, Америкаға былай шықтық, болмады. Одан кейін мүлдем қайтармастай қазір басқа парақшаны жүргізіп жатырмын ғой. Ол үмітімді үздім. Сен де YouTube каналынан айырылып қалмайды? Иә. Осыны саламды. Жоқ, менде ЛГБТ-ні қолдайды. Не ғой? Тақырып қой. Анонсқа кетеді, тизерға. ЛГБТ-ға байланысты мен қолдамаймын. Жоқ, қолдамаймын. Бірақ бұл жерде білмеймін, мен қазір политолог қалай айтатын. Маған қызық болып тұр ана кісінің. Демократия деген кезде, мысалы торт деп аламыз да, мына бұрышы аламыз, ана бұрыш керек емес деп айта алмаймыз ғой. Ол бір торт, цельный торт. Мына жақтары сөз бостандығы керек, сайлау еркіндігі керек деген сияқты бөлімдерді алып аламыз да, оның ішінде ЛГБТ да бар, оның ішінде басқасы да бар. Жоқ, олар керек емес деп айта алмайтын сияқтымыз. Егер біз шынымен демократияны қаласақ, мемлекетімізде, елімізде, біз тортты өзіміз алып, ішкі қалай айтсақ болады, мықтылығымызбен, ішкі біздің өзіміздің бір стерженьмен анау ЛГБТ-ні сөйтіп ол өзі алып қалу керек сыртта, торттың сыртында өзі автоматты түрде алып қалу керек. Біз оны мысалға айғайлап, шулап керек емес деп айтуымызға болмайтын шығар. Одан кейін ол адам құқығына да шектеу ғой. Адам құқығына шектеу.
енді сіз не дейсіз? Енді адам құқығына бірінші демократиядан бастайық. Демократия деген ол екі сөзден тұрады. Демос кратус, халық билігі. Ол жерде ешқандай адам құқығына басқа да ешқандай сөз жоқ оның ішінде. Ол демократия дегеніміз халық не қалайды сол болады деген сөз. Енді ол бағанағы ЛГБТ өкілдері халықтың өкілі емес. Енді большинство, тирания большинства. Егер халықтың басым көпшілігі ЛГБТ-ны жоқ қылатын елде қарсылық болатын болса, ол заңды түрде запрет қойылу керек деп есептейтін болса, демократиялық мемлекетте ол жерде запрет қойылу керек. Демократия адам құқықтары емес, демократия теңдік емес, демократия бостандық емес, демократия деген халық не қаласа, билік соны істеу керек деген сөз. Билік халықтың пікіріне, билік халықтың басым көпшілігінің пікіріне, соның қағидаларына, соның ұстанымдарына, соның құндылықтарына негізделу керек деген сөз. Ол қандай чудовищный ценность болсын, ол қандай моральға да, құқыққа да, бостандыққа да қарсы келетін қалау болсын, билік оны орындау керек. Өйткені биліктің жалғыз қайнар көзі ол халықтың қалауы. Мораль емес, заң емес, халықаралық нормалар емес, тағы басқа емес. Халық не қалайды? Билік сол болу керек. Демократия сол. Сол үшін де ол демократия дегеніміз ол адам құқықтары, демократия дегеніміз ол тағы басқа. Ішіндегі бөлімдерін құраушы дүниелер ғой. Просто қазір демократияның дамыған мемлекеттері ол Америка, яғни батыстық культура болғаннан кейін, ал батыстық культура ол индивидуализмге, ол адам құқықтарына, бостандықтарына негізделгеннен кейін екеуі кішкене біте қайнасып кеткен қазір. Демократия мен сол либерализм идеялары, рыночный экономика, мораль, гуманизм тағы басқалармен бірге ол біте қайнасып кеткен да қазір. Өйткені енді адамдар болғаннан кейін, ол жерде адамдар әсіресе индивидуалист адамдар болғаннан кейін, олар бірінші кезекте өзінің құқықтарын, бірінші кезекте өзінің бостандығын, бірінші кезекте СМИ-дің бостандығын, тағы басқаның барлығын ол биік қояды. Билікте сол ұстанымдарға негізделе отырып құрылады. Ал бірақ Қазақстандағы демократияда соған құрылу керек деген нәрсе жоқ. Қазақстандағы демократия Қазақстандағы халықтың қалауына, Қазақстандағы халықтың құндылықтарына негізделу керек. Бұл демократияға. Енді ЛГБТ-ға келеді. Көпшілігінің тирания, большинство бұл демократияның баяғыдан бері шешілмей келе жатқан проблемасы. Өйткені азшылықтың қалауы всегда былай ескерілмей қалады. Қазақстанның түсінігінде Қазақстан более гомогенный шығар. Мысалға Америкада 51%-пен гомогенный дегенді бүйтіп біздің тілге ауыстырып береді. Бір тұтас. Енді более біріккен, чем Америкада қарағанда. Мысалға өйткені қалай болғанда да Тоқаевқа 78% адам дауыс береді. Енді ол тырнақшаның ішінде қалай болғанда да жарайды. Енді біздің бір соцопростар бойынша соған жақын цифра негізі шынайы. 82 емес пе? Ол біздікі емес. Негізі 82 деп жазды ғой, иә? 82 деп жазды. Жоқ, ұмытып қалдым шынымды айтсам қанша деп жазды. 82%. Енді жаңа ЛГБТ-ға келетін болсақ, жаңағы айтып жатқан нәрсеге мен шынымен де келісемін негізі. Қазір нелер бар ғой, квота деген нәрсе бар да, то есть квотирование. Бір анекдот сияқты нәрсе бар. Біреу бір консерваторияға 100 адам тапсырыпты дейді да, 10 орынға, 90 орыс, 10 еврей. Орыстардың анекдоты ғой. Соған жаңа директор жинап алып сұраған екен, кімді аламыз деп өз адамдарына. Сөйтсе біреу айтыпты, 10 орыс алу керек деп, националист. Біреу жаңа еврейлер қолдайтын 10 еврейді алу керек. Біреу теңдікті қолдайтын 9 орыс, 1 еврейді алайық. Біреу жоқ, 5 орыс, 5 еврейді алайық деп. Әркім әртүрлі айтқан екен. Сосын директор айтты, сендер жынысыңдар ма? Бәрің жұмыстан қалдыңыз. Неге десе, кім жақсы ойнайды, соны алайық деген екен. Сол сияқты жаңағы квотирование деген нәрсеге мен онша келіспеймін. Міндетті түрде бір гей болу керек, міндетті түрде бір қара нәсілді болу керек, міндетті түрде бір әйел болу керек, бір жаңағы Оскар алу үшін, жаңағы таласу үшін, жақсы баға алу үшін. Оның ішінде обязательно жаңағыдай бір тема қолдану керек, тағы басқа. Мысалы сценарийда қазір батыста трендке айналып кетті. Тренд емес, ол кәдімгідей законодательный түрде бекітілді. Оскарға тапсырыс беру үшін сенің жаңағы осындай операторлар бар ғой, рабочий группа, соның ішінде міндетті түрде бір режиссердің біреусі әйел болу керек, біреусі қара нәсілді болу керек, біреусі гей болу керек, біреусі азиат болу керек, тағы басқа деген кәсіби енді қараңыз, енді ол не нәрсеге алып келеді? Екі сценарий келіп тұр, екі емес бірнеше сценарий келіп тұр да, сол ақша деген ол шектеулі нәрсе ғой, соның біреусіне ғана бөлінеді. Соның ішінде мысалға ең жақсы сценарий емес, қайсысында жаңағы гейлер туралы сөз қозғалған, қайсысында қара нәсілдер туралы сөз қозғалған, расизмға қарсы нәрсе, сол жеңіп шығады да. Бұл адам құқықтарынан керісінше қарама-қарсы емес пе? Аналардың құқықтарын бұзбай ма? Жаңағы одан да жақсы сценарий жазған, одан да жақсы опыты бар, одан да жақсы шеберлігі бар адамдар. Жақсы, бұл не үшін қажет болды? Ол не үшін қажет болды? Енді қараңыз. Бұл үлкен мәселе. Бұл негізі енді мен кішкене ол нәрсені адам халықтың саны 8 миллиардтан асып кеткеннен кейін. Енді жоқ, ол нәрсе емес. Енді расизм мен жаңағы гейлерге тағы басқаға ол оған келіспеймін жаңағы нәрсеге. Өйткені әсіресе перенаселение деген дүние ол Азия мен Африкаға қатысты, ол Еуропаға емес. Ал бұл нәрсе бірінші кезекте Еуропаның ішінде таратылып жатыр. Ал Еуропа керісінше демографический кризиста қазір. Ол жақта адам санын көбейту керек. Өйткені старение наций. Әсіресе Еуропада, Америкада емес. Енді кішкене жақтап көрейін жаңа нәрсе қаншалықты дұрыс екенін. Адам өмірінде реттейтін көптеген механизмдер бар. Адам өмірін сіз мысалға мына нәрсені істеуге болады, болмайды деген шешетін заң бар.
бекітіліп қойған кәдімгідей НПА, то есть нормативно правовой акт. Одан бөлек дін бар, мораль бар, тәрбие бар, дәстүр бар, қоғамның ішіндегі қалыптасқан нормалар бар, және тағы басқа деген сияқты көптеген нәрсе сіздің өміріңізді реттейді. Реттеп қойды. Айтады, бізде бәрі заңға тіреліп тұр, заңды өзгерту оңай. Заңды өзгерту үшін біздің республикада тіпті оңай. Ол президенттің ойына келсе болды, олар өзгере береді. Парламентке тапсырма береді, парламент қабылдайды, болды. Американың өзінде де заңды өзгерту қиын мемлекеттердің біреуі болып саналғанның өзінде де ол жақта да өзгертуге әйтеуір болады, түсінікті, оның процедурасының бәрі жазылып қойған. Бірақ діннің нормасын өзгерту, моральдың нормасын өзгерту, тәрбиенің нормасын, дәстүрдің нормасын өзгерту заңның нормасын өзгерткенге қарағанда 1000 есе, миллион есе қиын. Сол үшін қараңыз қалай мүлдем негізі пайда болды деп ойлайық, расизм мәселесі. Расизм мәселесі 1960 жылдарға дейін ол кәдімгідей заңды түрде бекітілген еді. Кәдімгідей қара нәсілдерге мынау болмайды деген сияқты. Бірақ оны алып тастады. Сонымен егер барлығы заңға тіреліп тұрған болса, мәселе шешілер еді. Бірақ ол заң адамдардың санасындағы неге алып келді, соған сенуге алып келді. Неге? Өйткені сіз оған шектеу қоятын болсаңыз, мектепте оқуға, ол бала мектепке бармайды, ол бала қылмыскер болады. Сол қара нәсілдердің ішінен нашақорлар, қылмыскерлер, тағы басқалар көбейеді. Сосын сол факт арқылы мына заңды оправдать етеді. Неге? Өйткені оларға мектепке бармайды, өйткені олар онсыз да онша бір ақылды емес. Олар нашақор, олар қылмыскер, олар қылмысқа бейім, нашаға бейім, жеңіл заработқа бейім, тағы басқаға бейім деген нәрсенің сол үшін де мына заң керек деген түсінікке алып келеді адамдарды. То есть зацикленность, заңның пайда болуы жаңағы дисбалансқа алып келеді, дисбаланс заңды оправдать етеді. Осы круг айнала береді. Заңды алып тастаған күннің өзінде адамдар керісінше сол заңды қолдайтын адамдар пайда болады. Өйткені бұл заң дұрыс қой дейді да, енді олар шынымен де қылмыскер, расымен де біз егер статистиканы алып қарайтын болсаңыз да, күнделікті өмірді алып қарайтын болсаңыздар да, олар расымен де слабее, олар расымен де тупее, тағы басқа деген сияқты. Онда өйтіп айтуға болмайды әрине. Осы циклды бір нәрсе бұзу керек. Оны әділетті түрде бұза алмайсыз. Сіз егер әділетті түрде жаңағыдай сценарийді қабылдайтын болсаңыз, қара нәсілді адам әзірге ол өзінің биологиялық особенностьтарын емес, тағы басқа емес. Ол білімді кәдімгідей кішкентай кезінен бастап екі профессордың баласына қарағанда ол онымен бірдей сценарий жаза алмайтын шығар. Сол үшін де егер сіз әділетті түрде таңдай беретін болсаңыз, оларды одан әрі құрдымға түсіре бересіз. Онсыз да олар сценарий өтпейді. Сосын адамдарға түсіндіреді. Демек, бұл белгілі бір межеге жеткен кезде қайтадан қалыпты деңгейге аналардың жаңағы меньшинстволардың скиллдарының көтерілген кезде бұны қайтадан алып тастауға болады. Қайтадан справедливый беруге болады. Сайлауды айтып қалдың ғой бағана, иә? Сайлауға бардыңдар ма? Бардым. Иә. Бардың, иә? Сіз кімге дауыс бердіңіз? Әлде барлығына қарсы дауыс бердіңіз бе? Жоқ, адамға. Өйткені Алмастың кімге дауыс бергенін білем. Енді кімге болғанда сен барлығына қарсымын дедің. Мен Тоқаевқа бердім. Мен де Тоқаевқа бердім. Алмас, бүгін сіздің ойыңыз бізге қарсы. 66-33. Мен неге жалпы референдумға бардыңдар ма, референдумға? Жоқ, оған бармадым. Жоқ, бармадым. Неге? Түсінбедім онша. Міне қарашы, мен референдумға барған жоқпын, себебін түсіндірем қазір. Сайлауға бардым. Сайлауға мен бір ғана жаңашылдық үшін бардым, анау бәріне қарсымын деген галочка пайда болған үшін. Бірақ референдумда 33 не берген, өзгерту берген, иә, осынша 33 заңды, және оған бірақ қана жауап берілген, иә, немесе жоқ деген сияқты ше. Немесе мысалға бір ғана сұрақ қойып, иә, жоққа жауап беруге болады ғой, бір сұраққа. А 33-тің кейбіріне иә, кейбіріне жоқ қой, мысалға. Сонда 33-ке сен толық ясың, немесе бәріне қарсысың. Солай ғой. Иә, мысалға қара, 33-тің ішінде мен келіспейтін, қала берсін деген заңдар да бар шығар мүмкін, иә. Мен бірақ оған бәрібір ана нені қалған 32-сін қолдап тұрған үшін мен анаған иә деп дауыс беру керек. Ол дұрыс емес қой. Парламентаризмде кішкене былай нәрсе. Біз енді заң қабылдауда солай ғой. Заңда сізге каждый статьясын жеке дауыс бергізбейді да парламентте. Ол бір референдум деген кезде референдум мысалға меніңше жеке өту керек сияқты. Назарбаевты конституцияны алып тастаймыз ба? Я ма жоқ па? Я, болды осыған деген сияқты. Өйткені анау енді 33-тің ішінде біріншіден 33 заңды бірден конституцияда бүйтіп ауыстыру меніңше қате. Маған кітапты қайтадан жазсаған оңай сияқты ғой меніңше орында. Басынан деш. Қайтадан оны 5-6 жыл сайын конституция өзгерту. Меніңше анау кітабымыз, біздің конституция кітабымыз негізі ең басты біздің неміз ғой, заңымыз ғой. Ішінің бәрі шимай сияқты бар ғой. Назарбаев бір шимайлап кетті, Тоқаев шимайлап жатыр қазір мысалға ше. Ертең 3-ші президент келеді. Ол да мысалға мына 7 жыл дегенде алып тастауы мүмкін. Өйткені анау қазіргі біздің
Ақорданың бұлбұлдары айтып жатыр ғой, бұл заңды өзгертуге болмайды деп. Ол мүмкін емес қой. Мүмкін емес қой. Бұл заңды өзгертуге болмайды деген бізде ешқандай бір процедура жоқ қой. Ол дұрыс емес, одан бөлек. Ол қалай ол заңды? Қалай айтады онда олар? Жоқ, ол неге популизм ғой енді. Таза популизм. Одан бөлек жаңа сіз айтып отқан нәрсе, 33 пунктті бәрі неге бірақ кетті деген, ол политтехнология. Өзі сондай бір жақсы бір дүниелер тауып алады да, адамға жақын, мысалы, ол Ресейден де басталды, Путиннің Абдуллинесі неден пайда болды. Сол жаңа гейлерге қарсы тағы басқа деген қоғамға ұнайды дейтін бір популистический бір 10 шақты бір нені алады да, оларды бетіне қояды, ары қарай өздерінің пакетпен тыға береді да, жаңа өзіне қажет нәрселерді. Ал негізі бір сандар бар ма екен осы референдумға дауыс беруге қанша халық бар ғой әрине? Мысалы, енді мен ойламаймын бір жоқ, олардың енді негізі заң бойынша 50%-дан жоғары болу керек, жоқ, бізде ондай жоқ. Бізде жоқ қой ондай. Мысалға бізде мынандай сайлауға енді 2019 жылы сайлауға барған жоқпын, себебі негізі мен Қосановты қолдайтын адамдардың бірі болғам. Одан кейін көңіл қалды. Жоқ, мен негізі көңілім қалатын еді, егер мен сайласам. Бірақ сайлауға бармадым ғой, сондықтан мен ешқандай нем жоқ, правам жоқ та, көңілім қалу оған байланысты. Оған мен ешқандай немді берген жоқпын, қолымды берген жоқпын, даусымды берген жоқпын. Осы сайлауға бардым, мынау 5% ішінде бәріне қарсымын деген 5% жинады, екінші орын алды ғой. Негізі екінші орын алды. Бұл меніңше күшті сияқты. Өйткені бұның екі жағы бар да, мысалға ана адамдар, мен Жигули, сосын кім бар еді бізде? Қарақат адамдар бар ғой ішіндегі. Сол адамдарды қалай келістірді деген қызық маған бар ғой. Не уәде берді? Не уәде берді? Бір қалай келістірді, не деп айтты олар? Олар не үшін олай айтты? Олар қалай келісті? Олардың балалары жоқ па мысалға ше? Папа, ят болады құрсын. Ертең бетімізге не қараймыз, елге не қараймыз, құда, жекжат, бауырларға не айтамыз деген сияқты. Маған да сол қызық, Али Бектаев деген кісі болды ғой. Сол ең бірінші мен соны жаңағы кандидат болған кезде білдім, президентке ондай адам бар екенін. Сөйтіп, сосын енді әртүрлі көресің ғой, жаңалықтардан шығады деген сияқты. Сол кісі ғой деп ұмытпасам, или қателесуім де мүмкін, может басқа бір претендент шығар, бірақ сол президенттердің біреуі клубқа барып, кәдімгідей научный клубқа барып, ішіп отқан жігіттердің жанына барып, сендер неғып бұны ішіп мораль оқиды. Сендердің ата бабаларың бүйтіп жүргендерде сендер қымыз ішпейсіңдер деп қалтасынан қымыз алып шығып, жаңағы столына қойып, ана жігіттер кәдімгідей түсінбей отыр, не болып кетті деп. Может, олар да актер шығар, кім біледі. Сөйтіп жаңағыда мораль оқып кетті, соны ойладым мен, осындай бір жарым емес біреу шығар енді деп ше енді. Шынымен де болады ғой адам деген сияқты. Сосын кейіннен негеде ма, немесе ашық алаңда ма бір жерде жаңағы Али Бектаев келді. Сөйтіп жаңағыдай біреумен Алмазбек Садырбаевпен қойдым, қателеспесем екеуі оппонент болды. Ашық алаңда шығар оны. Енді ананың интеллектісіне, ананың кәдімгідей түсінетініне, проблеманы сауаттылығы, жаңағының қаншалықты жүйелі түрде көре алатыны, проблема өзінің ораторскийді тағы басқасына керемет деңгейде да. Мен соны ойладым да. Неге деген сұрақ туындады ма? Али Бектаев емес, сен кімді айтып тұрған шығарсың? Бір қазақ қоғамы деген кім болса да ұқсайды сол, ұқсайды. Негізі просто ертең Али Бектаев емес деп ертең саған. Мен мүмкін айтып тұрмын ғой, Али Бектаевтан кешірім сұраймын алдын ала, ешкім емес болса. Мен оны жаңа мақтап жатырмын ғой. Сосын ойлаймын да, сонда жаңағыдай интеллектісі бар адам, жаңағыдай бір жүйелі түрде түсінетін адам, жаңағыдай бір үлкен деңгейде ойлай алатын адам, ананы өз еркімен, өзінің ақылымен барып жасауы мүмкін емес менің ойымша ше. Енді маған да қызық ол. Мен мысалға енді ойлаңдаршы, бәрінің туған туыс бауырлары бар. Бүкіл адамдар білет бұл сайлаудың бір кісі үшін өтіп жатқанын. Сол кісінің президенттігін легитимді ету үшін өтіп жатыр. Өткіздік деген сияқты бір протокол ғой, енді протокол үшін өтіп жатыр. Ана адамдарға мысалға айфон берем деді ма, мысалға білмеймін да мен, мысалға депутаттық кресло берем деді ма, әкім. Мысалға енді Қосанов туралы айтылады ғой, кезінде Қосановқа депутат боласың деп айтты, немесе там $3 миллион береміз деп айтты, берді деп айтты дейді ғой. Бірақ енді мен Қосановты одан кейін, сайлаудан кейін көрдім. $3 миллион бар адам ұқсамай ма? $3 миллион бар адам ұқсамайды. Өйткені әкімде болмады деші. Әкімде болған жоқ, депутатта болған жоқ. Бізге негеге келді, біз негеде істеп жүрген кезде бір бұрынғы 2000 жылғы где-то бір мэрспен жүр. Ендеше өзі де айтты, мен мынаның кезінде бай адам дейтін, қазір демеймін, қазір $3 миллион болса мен сонымен жүрмейтін едім ғой деген сияқты ше. Сондықтан ол адамның сайлауға түсуі енді жеке әңгіме. Меніңше былай болды. Биылғы сайлау 2019 жылы сайлауда
Қосановқа енді көпшілік дауыс берді ғой, шыны керек, мұғалімдер мысалға, ана мұғалімдерді 2-3 рет кіргізеді ғой былай сайлауға. Сонымен мұғалімдерден естідім, 2-3 рет кірген сайын Қосановқа дауыс берді ме? Сондай адамдар бар екен ше. И Қосанов негізі білмеймін, мен 50 деп айтпай ақ қояйын, бір 30-40% жинаған сияқты деп ойлаймын өзім. Негізінде. Әңгімелерден естіген бойынша. Енді қазір бүйтіп ойлаған сияқты осы сайлауда аппарат президенті мысалға ойлаған сияқты қайтадан бір чуть-чуть достойный адам шығаратын болсақ, біз ұтылып қаламыз. Немесе қазір мына бақылаушылар мықты ғой қазір бізде. Тәуелсіз бақылаушылар деген ұйымдар бар. Керек емес рисковать етпей ақ қояйық, одан да осындай клоундармен осылай сайлауды өткізіп болайық деген сияқты ше. Енді мысалы Тоқаевтың енді Назарбаев та ешқашан неге келген жоқ қой дебатқа. Тоқаев та келген жоқ қой. Ұят сияқты шынымен аналармен бірге тұрушы. Дебат жасап тұрсаңшы мысалға енді сен Қасым-Жомарт Тоқаевсың, Путинмен кеше ғана Путинге шахмат қойған адамсың да былай қарағанда. Ана Жигулимен Қазақстан болашағы жайлы дебат жасап отырсың, былай қарағанда күлкілі сияқты. Иә десе. Сонымен сайлауға бардыңдар, иә? Референдумға бәріміз барған жоқпыз, иә? Барған жоқпыз. Жалпы меніңше бізде осы сайлау емес, енді білмеймін қалай айтуға болады, қаңтар оқиғалары бар, иә, бізде болды. Өкінішке орай 238-ден астам адам сол қаралы қанды қаңтарда қаза болды. Ертең бірнеше күннен кейін сол оқиға 1 жыл толады. Жалпы қаңтар оқиғалары, мен мына нәрсені айтқым келіп отыр. Адам саны, адамның өмірі қиылды. Иә, біз адамның кез келген бір жетістікке, бір жақсылыққа жету үшін құрбан болған кезінде де, тарихта да болған, иә? Жерді сақтап қалу үшін де құрбандыққа шалған, отанды сақтап қалу үшін де құрбан болған, иә? Бірақ менің түсінбейтінім және менің қазіргі былай қатты бір өкінетінім, иә, айқап деген сөзден шыққан ғой. Сол адамдардың өмірі бекер қиылды ма деген ой қалыптасып қалды осы соңғы уақытта. Неге? Себебі біз қайтадан ескі Қазақстанды құрып жатырмыз. Менің ойымша, мүмкін сендер келіспейтін шығарсыңдар. Неге? Сол баяғы президенттің күші сол күйінде, немесе одан кейбір артық болып кетпесе. Сол тырнақшаның ішіндегі форумдар, конференциялар, патриоттық форумдар бітпейтін, флешмобтар ары қарай жалғасып жатыр. Естуші мемлекет, құлақ асатын мемлекет дейді, бірақ шын жүзінде, шын мәнінде олай емес сияқты. Барлығы сол адамдар өздерінің орындарын ары қарай сақтап қалу үшін ары қарай отырған сияқты. Мен президенттен басқасын айтып жатырмын да, өйткені төменгі кадрларды айтып жатырмын. Сіздердің ойларыңызша, енді 2022 жыл деп біз мысалға 2022 жылды қорытындылау үшін отырмыз ғой. 2022 жыл деген кезде енді қаңтарды айтпай кетуге болмайды. Енді менің айтпағым, менің ойым дұрыс па, бұрыс па? Осы адамдардың құрбандыққа кеткен адамдардың өмірі бекер кеткен жоқ па? Қазір енді боламын. Енді бірінші сол жаңағы басты оқиғалар дегеннен бастайтын болсақ, дұрыс, менің ойымша ең бірінші басты оқиға өтіп жатқан жылдың ол қаңтар оқиғасы. Бұрын мына нәрсені айтайын. 20 ғасырдың басында бір физик айтқан екен, осы 20 ғасырдың басында физикада ашылатын нәрсе қалмады деп. Физикада ашылатын нәрсенің бәрі ашылып болды, жаңалық қалмады ашатын. Так что физика ғылым ретінде өзінің ресурстарын аяқтады. Енді оның қаншалықты қателескен Эйнштейндер тағы басқалар кейіннен дәлелдеп берді. Сол сияқты мен ойлайтынмын, мынау мектеп оқып жүрген кезде осы тарих деген нәрседегі жазуға болатын, тарихқа жазуға болатын нәрсенің барлығы біз тумай жатып кетіп қалған екен деп. Иә, бәрі болып қалған екен. Біздің заманымызда ештеңе қалмапты деп. Сол соңғы 3 жыл біздің қателескенімізді көрсетіп жатыр ғой өзі. Өте бір 3 жыл мүлдем бір әлем деген кәдімгідей айтуға түсініксіз бір нәрселер. Ковидтен басталды. Одан бөлек енді қаншама нәрселер болып жатыр. Мүмкін ковид соның себебі шығар әйтеуір, бірақ случайность па. Оның ішінде, елдің ішінде алып қарайтын болсақ, біздің кәдімгі пір оқып жүрген желтоқсан оқиғамыз былай қарап тұрсаң қаңтардың қасында болмай қалды деген. Енді олардың еңбегін төмендетіп жатқан жоқпын, бірақ енді шындап келген кезде масштабы жағынан алып қарайтын болсақ та, енді адам өлімімен салыстыруға болмайтын шығар, бірақ енді қайтыс болған адамдардың санымен де алып қарайтын болсақ та, қаңтар оқиғасының масштабы, оның значимости біраз жоғарырақ, бірақ біраз көбірек. Оны кейін тарих өзінің бағасын береді деп ойлаймын. Яғни бұл да бір тарихи оқиға, жылдың ішінде болған.
оны тарихтарға жазылады. Ол тіпті менің ойымша, естігенім бойынша уже университеттердің қазақстан тарихы модуліне кірген екен. Қаңтар оқиғасы. Оны қалай түсіндіретінін білмеймін. Бірақ әйтеуір қаңтар оқиғасы туралы сөз қозғайды. Сөз қозғалады, жеке тақырып болады екен жаңағы модульдің ішінде. Енді бұл не? Қаңтар оқиғасы деген не? Тағы басқа дейтінге келетін болсақ, бір нәрсе менің ойымша адам білмеймін деген сөз айтып үйрену керек. Мен бұны білмеймін. Өйткені бұл ғылыми сана. Елде ғылыми сананы арттыру керек. Ғылыми сана дегеніміз адамның білетін нәрсесін білем, білмейтін нәрсесін білмеймін деп айтуы. Мойындауы. Сол мойындаудан басталады. Сол білмейтін нәрсеге деген ұмтылыс. Оны білмейтін нәрсемде ол мынау болды, оны анау ұйымдастырыпты, мынау былай болыпты, оны шетелден кепті, 20 000 террорист кепті, тағы басқа қаудан келді. Деп әйтеуір сол айтқан дүниенің біреуіне сеніп, мен болды түсініп қойдым деген иллюзия, ол адамды дамытпайтын ең бірінші фактор, дамуды тоқтатып тастайтын. Бәрін білемін деген. Мысалы, кім көптеген жерде кездеседі, соның ішінде краткая история человечествода да айтады ғой. Еуропаның ғылыми санасының дамуын қалай көруге болады дейді, карталардан дейді. Бұрын әлемнің картасында өзі білмейтін жерлер көп қой енді ол кезде 14 ғасырларда. Сол жерде мынау арыстанның жері, мынау драконның жері, мынау аюдың жері, тағы басқа деп өтірік сыза беретін болғанда, картаны толтырып қоятын болған. Болды, карта толып тұр, бәрін білеміз деген. Кейіннен анау ғылыми сана дамыған кезде адамдар айта бастағанда, мына жер өтірік қой мынаның барлығы. Мына жерді білмейміз, мына жер пустой, пока белгісіз аппақ қылып қояйық. Мына жерде білмейміз, мына жер карта бір алапес сияқты да, ақ жерлер көп. Берілетін жерін ғана салған, білмейтін жерлер аппақ болып тұр. Мына картаға қарағанның өзінде адамның желаниясы ашылады да, мына жерді көрейік та деген. Не бар екен? Білмеймін деген нәрсені түсіну. Сол нәрсені. Ал қаңтар оқиғасын расымен де қазір ақпарат аз. Ол қаңтар оқиғасы ол не деген сұраққа дұрыс жалпы дұрыс жауап қазір. Оған жауап беру үшін ақпарат жеткіліксіз деген жауап. Өйткені анау кімнің недоверчивые умы деген кітапта да, одан кейін енді кімнің Дэн Браунның происхождениесінде де сол туралы айтылады. Егер мына әлемде адамға белгілі бүкіл ақпаратты жинап бір керемет суперкомпьютер жасап, соның ішіне бәрін енгізетін болсаң, сосын соған қанша қажетті уақыт беріп, ол бүкіл адамға белгілі бүкіл ақпаратты обработать етіп, соған бір сұрақ қойсаң дейді, мына өмірдің мәні не? Біз қайда барамыз деген сұрақ қоятын болсаң, суперкомпьютер ақпарат жеткіліксіз деген жауап береді дейді. Өйткені ол расымен де солай. Бізде ақпарат жеткіліксіз. Компьютердің адамнан преимуществосы сол, ол қиналмайды. Мен білмеймін деген айтқан кезде қиналмайды. Адам қиналады. Өйткені адамның миы солай устроен, адам жауап алу керек сұрағына. Алмаса, жаңа гештальт деп жатсыздар ғой, гештальт жабылмай қалады да өзін мучить етеді ол. Сол үшін де өтірік әйтеуір білмейтін нәрселерін толтырып, миында әйтеуір бір допущениелермен, бір вероятностьпен сендіреді, өзін сендіріп, міне қаңтар былай болыпты деген нәрсеге келе салмайды. Бірақ ол болмайды. Ол ғылыми санаға қарсы келеді, ғылыми мышлениеге қарсы келеді. Сол үшін де біз осы нәрсені мойындауымыз керек. Ол туралы ақпарат жеткіліксіз екенін, және бұны жауап қоюға болмайды. Бұны ғылыми объект ретінде зерттеу керек. Қаңтар оқиғасы бірінші кезекте ол ғылым объектісі мен үшін. Әлі де ол бір баға берілетіндей күйге жеткен жоқ. Ол әлі пока что ғылым объектісі күйінде тұр. Қазір кітаптар жазылып қай ғылымның объектісі? Мен кеше көрдім ғой. Кітап кәдімгідей қаңтарға дейін. Қаңтардан кейін Күлекеев жазыпты, сосын Милохин ба кім еді тағы біреулер? Млечин. Онда сен сторисқа салған, иә? Иә, ол кәдімгі мен өзінің жазуы бойынша, кітапты қолға тиген жоқ қой, бірақ кәдімгі Тоқаевтың айтуы бойынша, естуім бойынша. Мен соны түсінбедім, неге ол қалай солай? Енді одан бөлек мен ойлаймын да, ол кісілер кімдер енді былай, кім жаңағы Күлекеев политик, ана кісі ол более-менее. Күлекеев негізі қазіргі президенттің ең приближенный адамдары. Иә, білемін ғой енді, оны кім екенін білемін. Билікке келгеннен кейін ол түрмеден шықты. Деятельностін айтып жатырмын да, ол кісі ғалым емес. Ғалым болса айтар едім, ол мына ғылым тарапынан жазған шығар деп. Өйткені қаңтар оқиғасы өте күрделі оқиға. Ол бір ғана ғылымның объектісі емес. Ол политологияның объектісі, социологияның, психологияның, религиоведениенің, юриспруденцияның, военный делоның, тағы егер терроризм зерттейтін ғылым болса, білмеймін бар ма жоқ па, бар болатын болса, оның да объектісі. Сол сияқты көптеген ғылымдардың объектісі да ол. Сол үшін де оны әртүрлі сондай ғалымдар зерттеу керек. Ол политиктер, Тоқаевтың приближенные, тағы басқа. Ол ғылым емес, егер Тоқаевтың президенттің позициясын ғана айтып беретін болса. Енді президенттің позициясын дегенде Леонид Млечиннің ютубқа фильмі шыққан қаңтар оқиғалары туралы. Сол фильмде интервью алады ғой енді адамдардан. Сол кезде 9 полицейскийден алады да интервью. Полковник, біреу не күзеткен, біреу акиматты күзеткен, біреу тағы бір жерді күзеткен. 9 полицейскийден алады, бір қаңтар оқиғасына қатысқан азаматтан сұхбат алмайды да. Енді ана не деп көресің, ана нені
расымен ондай зерттеулер бар, мен жоқ деп жатқан жоқпын. Мысалға ол заказ бойынша түсірілген общественный фонд стратегия, барлығына советую көрген адамның сол ofstrategy.kz деген сайтқа кіріп көрсе болады. Солар кәдімгідей үлкен зерттеу жасады, 140 адамнан интервью алды, қатысушылардан. Енді оның ішінде жаңа полицейлер де бар, оның ішінде қатысушылар да бар, жараланғандар да бар, журналистика солай болу керек. Медиктер де бар, тағы басқа. Журналистика емес шығар, енді олар журналистер емес, жоқ, негізі журналистика солай болу керек, бейтарап көзқарасты көрсету керек. Ғылым солай болу керек, ғылым объективті болу керек, журналистиканы білмеймін. Бізде журналистика енді объективті деп айта алмаймыз ғой, енді барлығы біреу. Солар мысалға өз қаражатына істеді жаңағыны. Негізі ойлап қарасаң ол өте үлкен ерлік. Мысалы бізде сол интеллектуальный трудты да, интеллектуальный продукт ретінде қарап үйрену керек. Ол жаңағы пиратский сайттардан көшірмеуден басталады, бірақ одан бөлек мысалы ана жігіт болды ғой, Шымкенттің жігіті ғой деймін, не кезінде қуаңшылық кезінде Маңғыстауға шөп таратқан. Иә. Содан кейін не болып кетті ғой. Сол жігіт өте кәдімгі героизировать етті, сол жігітті. Өте мықты, келсем, толығымен героизировать еткеніне тегін таратып жатыр да. Өйткені ол көзге көрінетін шөп. Мал өліп жатыр, соған шөп апарып беріп жатыр. Иә. Бірақ сол уақыттарда шамамен сол жаңағы стратегия қоғамдық қорының директоры, президенті Елеуова Гүлмира Тоқшалова кәдімгідей протестный потенциал туралы, общественное настроение, социальное самочувствие туралы исследование өткізеді. Бүкіл Қазақстан бойынша. Исследование өткізеді өз ақшасына. Негізі сол ақшасына баласына киім алып беру, киім емес, ана жерде машина алып беретін ақша негізі. Сол исследование деген арзан нәрсе емес. Сол ақшаға негізі сөйтіп өткізіп, соны тегін сайтына салысылады. Ерлік емес па? Анадан артық. Ол артық демей қойын, бірақ сонымен тең деңгейдегі ерлік па? Ерлік. Өйткені ол да продукт, ол деген ол аса маңызды, ол решение қабылдаған кезде жаңағы жағдайды түсіну үшін, тағы басқа үшін өте маңызды нәрселердің бірі. Тура сол сияқты қаңтар оқиғасы. 130 адам табу, оларда енді біреулер ақша сұрайды, біреулер көндіру, тағы басқа. Оның еңбегі бар, оның ақшасы бар, шығындары бар, тағы басқа. Оның барлығына бірде-бір тиын алып отқан жоқ. Таза объективті, тек қана жаңағы халыққа шындыққа әйтеуір барынша жақындаған азаттықта зерттеу жасады. Иә, азаттық зерттеу жасады. Соның барлығын тегін жасап беру, азаттықтың қаншалықты тегін жасағанын білмеймін. Оны жасап беру қаншалықты ерлік. Былай мен үшін ерлік, жаңағы кісілердің кем емес ерлік, тегін таратып беру соның барлығын. Ерліктерге байланысты айтайықшы, иә. Мысалға, бізде ерліктер бағалануы қазір қызық қой. Жылдан ба? Тез бағалана ма ерліктер қазір мысалға ше? Біреу оған құтқарып қалса герой деген. Сосын қазір Тоқаев мынандай нәрсені шығарып білмеймін қаншалықты бір ай сайын орден береді ғой. Мысалы айбын ордені біреуге беріп жатады, біреуге бір нәрсе беріп жатады. Бұрын біз не кезінде ғана берілетін еді ғой, 16 желтоқсан жақындаған кезде берілетін еді ғой. Қазір осындай бірақ енді қазір бұрынғыдан қарағанда нелерге бермейді, Назарбаевтың командасының адамдарына бермейді. Қазір трудовой өкілдер бар ғой, еңбек өкілдеріне беріп жатыр, мысалға шахтерлерге, пожарниктерге деген сияқты. Енді бұлда мен бұны кезінде өзіміз бұларға неге бермейді деген кезде ой болатын. Қазір беріп бастаған кезде бір популизм сияқты болып қалды менің көз қарасымда ше. Қалай? Анау жаңа ерліктерге байланысты. Мысалы сен еңбекті бастадың ғой. Иә, ана ерліктер бар ғой, жаңа баланы құтқарып қалу, тағы басқа. Иә, өз өміріне. Сол қайырымдылық деген нәрсе соған ұқсайды ше. Жаңағыдай бір мұқтаж жандарға көмектесу, тағы апарып беру. Мен онша сол нәрсеге онша жақтырмаймын негізі. Өйткені менің ойымша қайырымдылық деген системный түрде болу керек. Ол бір адамға көмектескеннен ол мұқтаж жандардың саны азайып қалмайды. Жаңағы айтты, кейбір нәрсе бар. Мемлекет осы бізге не керек? Екібастұзда не жарылса өзіміз не алып береміз. Ковид кезінде өзіміз көмектестік. Бірдеңе қоры, үкімет қордың аты. Өнер құрандарының жасап жүрген Харекет қоры үй алып береді, асар үй алып береді, анау тағы бүйтеді, мынау бүйтеді. Онда мемлекет неге қазір бітіріп қойын? Онда мемлекет не керек деген нәрсе да? Сол Харекет қоры қанша жыл болды жұмыс істеп жатқанда? Мен ешқандай ризамын жігіттерге, бәрі керемет. Бірақ 10 жылдың ішінде 170 үй алып берді. 10 жылдың ішінде 170 семья үйсіз қалды ғой. 170 емес, 17 мың семья үйсіз қалды. 17 мың адам 18-ге толып, оған да үй керек болды да. Ол ештеңе шешпейді шындап келген кезде. Шындап келген кезде шынайы қайырымдылық, шынайы ерлік, шынайы не деген, ол пенициллин жасаған адам қанша миллиард адамның өмірін аман сақтап қалды. Ремень безопасности жасаған адам қанша миллиард адамның өмірін, миллион адамның өмірін сақтап қалды. Метроның схемасын, безопасностьын жасаған, машинаның жаңағы безопасностьын жасаған, светофор жасаған адамдар, мына телефондағы құлаған кездегі адамға сигнал жіберетін, жүрегін өлшейтін тағы басқа аппарат жасаған
адамдар миллиондаған адамның өмірін сақтап жатыр да. Ал анау кішкентай баланың ауырып жатқан балаға сол ақшаны салып жіберу қаншалықты дұрыс соның қасында былай. Сол үшін де ғылым ол бірінші кезекте қайырымдылық. Ғылым деген адамның өмірін сақтайтын, ғылым деген адамның өмірін өзгертетін нәрсе да бірінші кезекте. Сол үшін де сол жаққа адам кімнің ерлігі маңыздырақ екенін есептеген кезде адам бүкіл факторды есептеу керек. Қаншалықты ол қанша адамның өмірін сақтап жатыр, мына адам қанша адамның өмірін сақтап жатыр. Сонда жағдайды соған қарай жасау керек деген. Енді бағана қайырымдылыққа байланысты басталды ғой әңгіме, асаруме, харекет, иә. Мен негізі харекет, асаруме мен риза боламын оларға. Жарайды, сен ойың басқа шығар. Бірақ енді сенің де ризашылығың бар ғой, ризашылығың бар ғой. Бірақ жасап жатқан дүниелері біздің мемлекеттің үкіметінің жасап жатқан дүниелерінен қарағанда біріншіден тез, екіншіден нақты көрінеді да. Көзге көрінеді. Бірақ бізде Лига волонтеров деген волонтерлар жылы болды ғой, Тоқаев президент болғаннан кейін. 2019 ба, 20-да? 20-да ма, 19-да ма, 21-да. Лига волонтеров деген болды. Ол мемлекеттен кәдімгідей гранттар алды. Ақша бөлінді. Лига волонтеров деген, менде волонтер деген адам ол негізі ерікті ғой енді, иә. Оған мемлекет ақша беруі меніңше бұл мүлдем дұрыс емес. Себебі харекет бар, асаруме бар, иә, Лига волонтеров бар. Ана екеуі таза өздерінің біріншіден креативтеріне байланысты, екіншіден еңбектеріне байланысты сбор жасайды, көрсетеді аппарат. Ал мына Лига волонтеров деген ұйым бар, иә, Лига волонтеров деген бар, ол енді бұрынғы Жас Отан, АСК деген қандай бір псевдо-гонго ұйымдар бар ғой бізде, жастар ұйымдары. Сол ұйымдардың ішіндегі бұрынғы адамдар, олар алады да, сол жерге жиналды, бюджет түсті, соны игерді, болды, Лига волонтеров енді жоқ. Мүмкін бар шығар, білмеймін. Бірақ олар бюджет күтіп отыр да, бізге келесі жылы қай майор ма, қай министрлікке қарайды екен, сол бізге бюджет бере ма, бермей ма деген сияқты бір қолын жайып отыр. Аналар өздерінің еңбектерімен ешкіммен ешнәрсе істемей, бірақ сол марапатты, сол қалай айтатын еді, рахметті мына адамдар емес, сол Лига волонтеровтар биліктен алады да. Өйткені олар не істейді? Олар президентті, әкімді қолдайтын мероприятияларда көкжалаулармен былай тұрады, шапалақтайды, мақтау сөз айтады, мақтау сөз айту арқылы жоғары қарай көтеріледі, карьерный лестница арқылы. Мен ішінде мен аралас, таныс адамдарым да бар. Бірақ ол факт. Олар оны өздері солай істеп жүргенде біледі, өздері де негізі. Карьерный лестницамен жоғары көтеріліп баратқаннан кейін олар мынау ұят болады ау, мына істеп жатқанымыз дұрыс емес ау деген кезде бір енді болады ғой бір. Мысалы, асаруме істеп жатқан нәрсені сен алдыңда мемлекеттің күшімен істеп жатсың, мысалға. И то олар ары кетсе, мысалы, асаруме үй алып беріп жатса, аналар алады да бір пенсионерді тамақтандырады, немесе үйінің алдын қарын көріп беріп кетеді деген сияқты ғой. Сәйкес келмейді да. Сондықтан бұл либо вообще жоламай қою керек еді да осы темаға оларға. Мысалы, волонтерлар жылы деді ма, үйім ашудың қажеті жоқ еді, республиканский. Одан да мынандай кішкентай үйіндер. Жансерік Қадырбаев мысалға. Қалай өзі қаншама дүние істеп жатыр мысалға шып. Жігіт просто өзі ешқандай ұйымға, партияға білмеймін енді. Бірақ істеп жатыр. Инстаграм арқылы ғой. Инстаграм инструмент болды. Инстаграм арқылы. Ал анау бюджет кетіп жатыр да. Кәдімгідей миллиардтаған бюджет кетіп жатыр. Асаруме болсын, харекет болсын, сол жансеріктікі болсын, ол жерде қарапайым халық қой, өзі жетісіп отырған жоқ, өзінің жалақысын может бір 100 мың теңге алса, содан бөліп береді ғой. Сондайлардан жиналған адамдар не үшін көмектеседі? Мысалға, ол бірінші кезекте мен ойламаймын, ол адам үйлі болып кетсін, ол адам баспаналы болып кетсін, анау жазылып кетсін. Ол адам бәрібір бір жақсылық жасайды ғой, и ол өзін күшті сезінеді да. Мен көмектестім, мен күшті адам шығармын деген оймен. Иә, ол ертең мен советник министрі немесе министр болам, немесе депутат болып кетемін деген сияқты ондай ойлар меніңше мүлдем жоқ. Мүмкін арасында біреулерде бар шығар. Енді сен танисың ғой, иә, оларды. Асаруме өте керемет жандар. Енді жаңаға байланысты устойчивость керек та, бірінші кезекте тұрақтылық. Жаңағы нәрселер бір волонтерство дегеннің өзі осындай бір альтруизм, жаңа айтып отқандай өзіне қажет нәрсенің өзін басқаларға бөліп беру, ол бір альтруизм, ол тұрақты нәрсе емес. Ол бүгін бар адамда, ертең ол адам жоқ. Жаңа Жансерік бүгін істегісі келді, ертең істегісі келмей қалды. Асаруменде ашқан адам бар, ертең жоқ. Бір күн шаршайды дейсіз. Бір күн шаршайды, тағы басқа. Оның барлығы устойчивость керек. Устойчивость деген не? Жалпы волонтерство, соцработа, тағы басқа дегеннің барлығы ол салдармен күресу ғой. Бір проблемалар
салдарымен күресу. Сол негізгі нәрсе. Біз осы уақытқа дейін салдармен ғана күресіп келдік қой. Біз ешқашан 30 жылдың Назарбаевтың билігінде біз ешқашан себеппен күрескен жоқ. Біз тек қана салдар. Бір нәрсе болды ма, сол жаққа барады. Бір нәрсе болды ма, труба жарылды ма, ол жарылма, неге жарылды емес, жарылғаннан кейін барады. Жолда бұзылды ма, бұзылғанға дейін аварияға 10 адам қайтыс болғаннан кейін емес, одан кейін барып жасайды. Жаңадай не жиналған не деді? Обогреватель жинаған ақшаға негізі сонда бір ғылыми институтқа беріп, опять-таки ғылымға келе беремін да бәрін, ғылыми институтқа беріп, сол ТЭЦ-тардың жағдайын зерттеуге, солардың енді болдырмауға тырысу керек. Сен болған дүниені жабуға емес, жоқ, мемлекеттің обязанності шығар, бірақ енді мемлекет істемей жатса, ертең жарылғанын күтіп тағы да обогреватель жинаймыз да. Одан да сол ақшаны неге қазір сол жоқ, біздің қазір қоғамда мен сені түсіндім. Қазір Жансерік Қадырбаевты алайық, Жансерік Қадырбаев айтады: достар, бізде мынау Алматыдағы ТЭЦ бұзылайын деп жатыр екен. Соның тезірек қалай шығынды азайтып, бірақ аз уақытта жұмысын қайтадан бастауға біз ғылыми зерттеу ұйымына ақша жинау керекпіз. Ал жинайық десе, беремін оны? Вот именно адамдардың санасындағы нәрсе ғой. Ғылыми сана жоқ кезде, адамдар соның бір системный мышление жоқ кезде, адам бүкіл жүйесін көрмейтін кезде, о нәрсеге адамның ақшасын қиып беру қиын да. Ал персона, когда бала жылап жатқан кезде, ауырып жатқан кезде оған беру оңай. Өйткені ол кішкене мышлениенің төмен деңгейі да ол. Тағы да ол сен жүрегің кішкене екені қаплау екені. Жоқ, негізі дұрыс айтып жатыр деп ойлаймын. Жоқ, сен оны қазіргі деңгейде дұрыс деп қабылдайсың, бірақ бәрібір сол басталады ғой, сол процесс басталған кезде істемейді. Мен де істемеймін. Мен ойланам, мен жұрттан қалай ғылымға ақша оны ертең мен көрмеймін ғой. Ол ертең мысалға ұстап көрмеймін ғой. Ертең бала мәз болып тұрмайды ғой үйдің ішінде деген сияқты көзге көрінбейтін нәрсе ғой. Иә, ол мынандай монография, документ, кітап болып бір жерде тұруы мүмкін. Бірақ оны айта алмайсың ғой ертең мысалға. Өзіңе айта алмайсың ғой, ладно. Мысалы, сол Volvoда кезінде жаңағы машина ремень безопасности жасаған кезде ойлаған болады енді. Ол жасап отқан кезде бұл ертең дәл біреу мысалы авариядан қайтыс болып жатыр да, соған барып көмектесейік та, мына бір талбаса бірдеңені жасағанша деп ше. Бірақ қанша адам сөйтіп түспей қалды да. Түспей қалғанын көрудің өзі көру ғой. Жаңағы жарылмай қалғанын көрудің өзі көру, үйдің ішінде жылу болып тұрғанын көрудің өзі көру да. Жарылмай қалды, қатып қалмады, мына бала жылап жатқан жоқ екенін көрудің өзі. Енді ол Ернұр, мен сенен бар ғой, оны мен кәдімгідей келісем да, бірақ ол үшін енді қайтпек керек. Идеологическая работа, адамдардың жаңағы ғылыми санасын көтеру. Оны қалай көтереді? Ол идеологическая работа, то есть тәрбие, жаңағы ғылымның не екенін түсіндіру. Ғылым деген бізде қазір көшеден сұрап көріңіз адамдардан, ғылым деген не? Ғылым деген 15 статья мен 4 монография жазу. Ғылым деген Никарагуаның астанасы мен китовый жирдің химический составын білу. Ғылым деген библиотекада отыру, көзіне 4,5 очки киіп алып. Сол нәрсе да ғылым деген. Негізінде ғылым деген ол жаңа білім табу. Енді Ернұр, осы сұрағымен келесі неге өтейік. Осы ғылымды дайындады делік. Сол сіз айтқан Елеуованың бағанағы социологический исследованиясын билік құлақ асып жатыр ма, соны оқып жатыр ма? Жоқ, бұл биліктің құлақ аспауында емес қой бұл жерде. Жоқ, ол мысалға документ пайда болды. Сол нәрсені енді алып алғаннан кейін біреу істеу керек қой. Опять-таки қараңыз, мен мына нәрсеге келейік. Мемлекеттің дамуы бүкіл нәрсені біріктіретін осы нәрсені түсіндірейікші. Мемлекеттің дамуы, мемлекет деген екі түсінігі бар. Біріншісі ол аппарат власти, екіншісі страна. То есть мен екіншісін айтып жатырмын. Еліміздің дамуы ол көп фактор бар оған әсер ететін, бірақ негізі үш нәрсе айқындайды. Ол саясат, саяси жүйенің даму деңгейі, экономикалық даму деңгейі, ғылымның даму деңгейі. Бізде бүкіл дүниені айналдырып әкеледі да саясат деп қояды. Бәріне кінәлі саясат. Егер саяси жүйені біз реформаласақ, саяси жүйені дамытсақ, экономика да дамиды, ғылым да дамиды, социум да дамиды, культура дамиды, экология дамиды, бәрі дамиды. Бәріне кінәлі тек қана саясат. Жоқ, үшеуі тең деңгейде. Мен даже егер қайсы главенствующий, қайсынан бастау керек дейтін болса, мен ғылымнан бастайтын едім. Тыңдасын, тыңдамасын, бірінші саясатты сен айтып жатсың ғой, бірінші саясатты өзгертіп алайық, то есть мемлекеттік институтты өзгертіп алайық, пока ол ғылымнан ақыл сұрайтындай деңгейге дейін. Сосын барып ғылым дамытамыз. Жоқ, сен бірінші ғылымдан бастау керек, дамудың барлығы ғылымнан бастау керек. Оның ішінде адамдардың ғылыми санасынан бастау керек. Ғылымның не екенін түсінуден, оған ғашық болудан, оған ұмтылудан, ғалымды құрметтеуден, соны армандаудан. Одни страны богатые, другие бедные деген кітапта айтады ғой. Мексиканың және Американың шекаралас тұрған екі штатын алады да.
бір жақта Американың демократиясы, Американың заңдары, екінші жақта Мексиканың біздікі сияқты заңдары. Заң жазылған, бірақ орындалмайтын, иә. Сол кезде екі штат, енді ауа бір, су бір, арасында решетка ғана тұрды. Бірақ ана адамдардың өмірі, мына адамдардың өмірімен, мына жақта балалар мектепке бармайды, мына жақта денсаулық сақтау жоғарғы деңгейде. Ол неге алып келеді? Ол саясатқа алып келеді ол? Жоқ. Ол тарихи жағынан да жалпы қарайтын болсақ, ол саяси жүйе не деген қалыптасты? Неге саяси жүйеде коррупция бар? Бәрі сұрайды, неге бізде саясатта коррупция бар? Оның әртүрлі себебін іздейді да. Мен айтамын, армияда неге суицид бар? Мысалға, осы армияда осы бір жылдың ішінде 10-нан астам адам өзіне суицид жасады. Соны әртүрлі зерттейді, дедовщина, анау, мынау, тағы басқа. Армияның ішінен шықпайды да. Иә. Армияда суицид бар, себебі қоғамда суицид бар. Иә. Тура сол сияқты, егер қоғамда суицид болмайтын болса, армияда болмайтын еді. Армия ол қоғамның бөлшегі. Армияда не үшін адамдар асылып өледі, қоғамда не үшін асылып өлсе, армияда да сол үшін. Тура сол сияқты мен айтып кетейін. Билікте неге коррупция бар? Ең бірінші себеп, өйткені қоғамда коррупция бар. Қоғам, билік ол қоғамның бөлігі. Жаңа айтып жатырмын ғой, мемлекет дегеннің екі түсінігі бар. Ол аппарат власти и страна. Екіншісін ұстану керек. Аппарат власти не может существовать без привязки к населению. Ол населениенің бөлігі, населениенің продукциясы. Ол билік населениеден бөлініп шыға алмайды. Егер население өзгеретін болса, ол өзгерістерді тоқтатып қала алмайды, оған қарсы тұра алмайды. Ол егер население ғылыми санамен, системный мышлениемен келетін болса, енді населениеға байланысты айтайықшы. Мен тарихтан айтып берейін сізге. Мысалға айтасыз ғой, қазақ хандығы керемет болды. Қазақ хандығында ойбай дала демократиясы болды. Кім көріп жатыр, мен оны үйтіп айтқан. Енді көбісі сөйтіп айтады ғой, дала демократиясы болды, совершенное государство, тағы басқа. Сол кездегі Англия бар да, допустим, сол 1400 жылдар, 1500 жылдар. Исаак Ньютон. 23 жасында ауырып қалады. Енді өкпесі қабынып, сол кезде инфекция болып жатқан кейін, үйінде ауырып жатып қалады, карантинде далаға шыға алмайды. Сөйтеді да, анау нақты атын ұмытып қалдым, ежелгі Грекияда жасалған треугольник бар сандардың. Сонымен эксперименттер жасайды. Соны егер минусовой числолар қосса, соған қалай болады екен? Соны бөлшек сандар қосса, жанына заңдылықтар сақтала ма екен, сақталмай ма екен? Содан жаңағы нелерді бөліп қарайды. Сол кезде кейбір кезде заңдылықтар сақталмайды екен да, соның себептерін түсінуге тырысады. Сол кезде қарапайым сандарға қоса, кәдімгі сандарға қоса, мнимые числа деген қосу керек екенін түсінеді жаңағы сандар рядына. Сөйтіп мнимые числаны ойлап табады. 23 жастағы жігіт үйінде ауырып жатыр. 14-15 ғасырлар. Мнимые числа деген X-тер ма? Жоқ, мнимые числа деген ол өте қандай күрделі түсінік. Мен математика арифметикадағы. Сол енді просто жай мысал ретінде айтамын да, енді сол 16 ғасырда Қазақстандағы атақты кімдер бар? Билер, батырлардан басқа. Бұхар, жырау. 23 жасқа, енді асып кеткенде шәкәрім ғой. Кейін берді. Алтынсарин мен шәкәрім, кейін Абайды былай алып қалған. Олардың өзінің зерттеу несі. Енді ойлаңызшы, енді заслуживает па, не заслуживает па, сондай разница ана. Қазіргі Европа сообществосы. 1900 қай жылғы, 20 ғасырдың басында, ұмытып қалдым енді ұятыма орай. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ алфавитін жасап шыққан кезде Эрнест Резерфорд атомның айналасындағы электронның сипаты мен траекториясын, орбитасының траекториясын жасап шығарған. Онда сізге сұрақ, қай кезде қалай что пошло не так тарихта? Бізде. Что пошло так Европада бірінші кезекте. Почему оларда пошло так? Жаңағы карта. Дәл содан бәрі басталады. Ол адам ғой. Адамдардағы интерес. Адамдардағы интерес. Ол неге біздің адамдарда болмады сонау тарихта? Әртүрлі факторлар, діннің факторы бар, менталитеттің факторы бар, көшпенділік өмірдің факторы бар, тағы басқа индивидуализмнің жоқтығы, конкуренцияның жоқтығы адамдардың арасындағы. Оның не үшін ол жақта индивидуализм, бізде коллективизм, оның да көптеген түсініктері бар. Ол Гегельден басталады. Одан кейін біршама Маккиндерлер зерттейді, тағы басқалар зерттейді, оның барлығы ғылыми теорияға кетіп қаламыз. Енді сіз айтып жатырсыз ғой, ғылыми сана, население өзгеру керек, ғылымға қарай бет бұру керек. Ал ол халық, қоғам қалай өздігінен өзгере алады? Өздігінен өзгермейді. Кім керек, не керек? Оған технократтар керек, оған идеологический работа керек, оған ғылым әйтеуір бір нәтиже беру керек қалай болғанда да. Енді барлығы комбинационный ғой. Мысалы, ғылым деген не ол? Жоқ, осының барлығы біреуге керек пе деген ғой. Мысалы, кім оның бәрін қазір қолға алып өзгертуге? Жоқ, ол мысалға үйленесің, иә, отбасын құрасың, енді менен ғалым шықпайды ғой уже, иә. Мысалға біз өзгертеміз өзіміздің балаларымызды, там ұрпағымызды солай ғана сияқты. Ол айттым ғой, жаңа тең деңгейде жасау керек. Ғылым деген не? Ғылым деген просто жаңағы білімге ұмтылу, жаңа білімге ұмтылу. Біз жаңа нәрсені түсінуіміз керек та, бізге белгісіз нәрселер бар. Бізге болғанда сіз үшеумізге емес, бүкіл адамзатқа белгісіз нәрселер бар. Оны адам бірінші түсіну керек нәрсе, ол бізге белгісіз нәрселер бар. Екінші түсіну керек нәрсе, ол нәрсені адам таба алады.
оны Құдайдан сұрап керек жоқ, оны білмейді екенбіз, значит бұл бізге керек жоқ деп қоя салуға болмайды. Оны Құраннан іздеп, Библиядан іздеп, Аристотель мен Геродоттың еңбектерінен іздеп керек жоқ. Оны бүкіл алтын заманды артқа қойып қойып керек жоқ. Бізде ойбай қазақ хандығы сияқты өмір сүруіміз керек, тағы басқа. Жоқ, біз болашақтағы Қазақстан сияқты өмір сүруіміз керек. Біз болашаққа ұмтылуымыз керек. Біз жаңа екі нәрсені түсінсек, бізге белгісіз нәрсе бар, және біз оны таба аламыз дегенге адам миына толығымен сенетін болса, адам ұмтыла бастайды жаңа білімге. Енді бұл жерде преградаларға кездеседі. Оған ақша жоқ. Жоқ, ақша емес қой мәселе. Мен бағанағы неге байланысты айтып жатырмын да, бағана страна дедің ғой сен. Халық өзі таңдап жатыр деген сияқты қалып келіп жатсың ғой. Халықты митингке шықпай атып үйден алып кетіп жатыр ғой. Митингке шығатын ойып айтып. Жоқ, мемлекеттің қарсылығын айтып жатырмын мен. Мемлекеттің қарсылығы бар, иә. Мемлекеттің қарсылығын айтып жатырмын. Ғылым тек қана мемлекеттің деңгейінде болмайды ғой. Илон Масктың мемлекетке қанша қатысы бар? Былай ойлап қарасаң, Сергей Бриннің тағы басқаның. Сол үшін де бізде енді Ернұр Илон Масктардың бағанағы Гриндардың пайда болуына байланысты, иә, ол қандай қоғамда пайда болды ондай адамдар? Қоғамды кім жасады? Ол Америкадағы пайда болды. Қоғамды Джордж Вашингтон әкелді да сол қоғамды орнатып қойды. Жоқ, қоғамды адамның өзі жасамай ма? Қоғамды адамның өзі жасады. Сол Американың қоғамын Джордж Вашингтон жасады ма, кім жасады? Енді қазір отырып алып кінәліні іздейік онда. Бізде мысалға былай деші, бізде мысалы приложение ойлап отқан адам немесе бизнесін одан ары көбейткісі келетін, үлкейткісі келетін адам, ертең ода страх бар да, мен қазір қатты көбейіп кетсем, ертең менен тартып ала ма деген. Microsoft мысалы Билл Гейтс ондай страх ешқашан болған жоқ, өйткені ода қоғамы ондай мүмкіндік бермейді оған. Оған заңы сен Болат Назарбаевтан келіп тұрсың ба, Боранбаевтан келіп тұрсың ба, разница жоқ. Мен айтып жатырмын ғой, сол қоғам қаяқтан пайда болды? Заң адам ол жерде Болатпен Назарбаевпен, иә, мына жақтағы кім бір ғалымды айтшы, Ернұр Молдашев, иә, екеуінің құқықтары бірдей ғой заң алдында. Иә. Ол заңды кім жасады? Ол қоғамды кім ойлап тапты? Ол қоғамды кім қалыптастырды? Вашингтон қалыптастырған жоқ. Оны Эдисон қалыптастырған. Жоқ, Алмастың айтуынша кедергілер көп дейді да. Кедергілер көп, бізде оларға қарағанда. Ол кедергіні жоятын билік емес, мен соны айтып жатырмын ғой. Кедергіні жоятын билік емес, кедергіні жою үшін астыдан күш болу керек. Қоғамда сана өзгеру керек. Сол кедергілерге ұрылып қана кедергі жойылады. Оны жоғарыдан ешкім ол кедергіні алып тастамайды. Біз ғалым емеспіз. Енді 22-ші жыл бітіріп жатырмыз ғой, иә. Жалпы 22-ші жыл енді футболмен бітті ғой. Иә. Кімге жанкүйер болдыңдар? Енді финалды алсақ Францияға. Мен Голландияға болет еткем, кейін Аргентинаға болет еттім. Нидерланды деп айту керек шығар, қазір барлығы шығар. Нидерланд. Мен негізі Португалияға болет еткем. Иә, мен басында солай бастағам ғой негізі. Содан кейін, бірақ мен Португалияға Криштиану Роналдудың фанаты ретінде болет еттім де. Бірақ қазір мен андай не болып қалмайын, глор болып қалмайын, иә. Мессиға мен тұрып шапалақтадым. Роналдудың шын фанаты ретінде Мессиға шапалақтадым. Өйткені Мексикамен ойыннан бастап алып шықты ғой негізі. Кәдімгідей өзі бүйтіп 2-3 мешокты алып алғанда көтеріп мәндер деп қойды ғой. Қазақстанның саясатына не өзгерту керек деген келетін мысалы пункттер бар. Бірінші пункт ол саяси партиялар жүйесін реттеу керек. Всегда мен бүкіл жерде айтып жүретін нәрсем саяси идеология деген нәрсе бар. Сен күшті мен темаға келіп жатсың бар ғой, партия туралы күшті айтып беремін ғой. Саяси партия деген не? Саяси партия деген ол мемлекеттің моделі. Сіз партия құрған кезде, сіз мемлекетті басқарудың кім президент болады, кадровый жағынан қарайды. Мысалы, кім мына министр болады, кім мына жақта депутат болады, кім әкімді не істейді, соның барлығы сізде болу керек. Одан бөлек сіз не істейсіз? Қазіргі проблемаларды шешу үшін не істейсіз? Және болашақтағы проблемаларды шешу үшін не істей аласыз? Сіз қандай ценностарға сүйенесіз, структураңыз қандай болады, тағы басқа сізде толық жауап болу керек бұл сұрақтың барлығына. Бұл сұрақтың барлығына жауапты сіз өзіңіз отырып жаза алмайсыз. Оны ешкім жаза алмайды қазір отырып. Сол үшін де оның уже жауаптары бар, модельдері бар. Сіз шаблондары бар. Сіз оны таңдайсыз. Өйткені ол саясат деген бүгін ертең пайда болған нәрсе емес, ол қаншама мыңдаған жылдардан бері келе жатыр. Қаншама мың ойшылдар оған өзінің үлесін қосқан, сіз олардан ақылды емессіз, қанша ақылды болсаңыз да. Сол үшін де сіз олардың еңбегіне сүйене отырып, солардың жасаған модельдерінің біреуін таңдайсыз. Сол модельдер идеология деп аталады. Либерализм, коммунизм, социализм, пацифизм, фашизм, анархизм, тағы басқа. Сіз соның біреуін таңдайсыз. Бізде қазіргі партияларда идеология жоқ. Соны айтып қояйын. Сонымен таңдайсыз да, сіз конкуренцияға кіресіз.
сондай партиялардың ішіне. Иә. Сол үшін де бәрі айтады ғой, ойбай, Қырғызстанда керемет демократия, ол жақта 800 партия бар екен. 800 партия болу мүмкін емес, саяси партия. Олар бір мүдделі топ шығар, олар қоғамдық бір бірлестік шығар, ұйым шығар. Өйткені 800 идеология жоқ. Негізі дені сау идеологиялар өзі көп емес, бір 4-5 ғана. Америкада 2-ақ тіпті. Бүкіл негізі дамыған мемлекеттерде консерваторлар, либералдар, республиканецтер, демократтар, консерваторлар нелер Британияда деген сияқты. Сол үшін де сол екеуінің біреуін таңдайсыз. Сол конкуренцияға кіресіз. Егер осындай біздегі сияқты әлі неспақындай поле болатын болса, ешқандай идеология қалыптаспаған, онда сіз өзіңіз конкретно бір идеологияны таңдап сонымен партия жасаңыз. Ал егер Америкада болатын болсаңыз, қай идеологияға көбірек бүйрегіңіз бұрады, сол партияға кіресіз де сол партияның ішінен жоғары қарай өсесіз. Бізде мынандай партиялар пайда болып жатыр ғой қазір. Жер қорғаны мысалға, иә. Кім, Қуаныш Шонбай ашты? Иә, тіркелді олар. Республика деген партия. Республика деген партия блогерлердің партиясы ғой, қазір құрылып жатқан, иә. Шонбай, сосын Алибеков бар ма? Алибеков бар, иә. Алибеков бар, сосын бірнеше адамдар бар Қазақстанда, блогерлер, иә. Жалпы бағанағы сен идеологияға байланысты айтып жатсың ғой, Нұр Отанның өзінде де идеология. Қазіргі партияға кішкене анализ жасап жүрмін. Партияның ситуациясы. Бізде қанша партия бар екен де қазір түсінбей қалдық. Бірақ әйтеуір қалай болғанда да үшеуінде ғана идеология бар деп айтуға болады. Ол Ақжолда. Ақжолдар оларда не емес па? Бизнес партиясы. Иә, бизнес партиясы. Олар таза либерализм, либеральный экономика, рыночный экономика, соған негізделген партия. ЖСДП, который социал-демократический партия. Олар өзінің аттарын түсіне ма түсінбей ма білмеймін, бірақ по крайней мере декларирует. Негізі идеологиялар осындай болу керек. Идеологиясы болу керек, жазылып қойған атында по крайней мере. Одан бөлек Қазақстан халық партиясы бұрын коммунистік еді, особо ештеңе өзгерген жоқ, сол коммунизмді әлі де ұстана береді. Өліп қалған идеология болса да, бірақ енді сол коммунизмге барынша жақындату деген тоже нормальный идея. Қалған партияларда идеология жоқ. Екі себеппен. Бір партиядан басқасында қайсы екені түсінікті. Қалған басқа партияларда, жаңағы үшеуінен и біреусінен басқа қалғандарында нешеуін төніп қалды. Түсініп алдыңдар ма? Ол жақта идеологияның деңгейіне жетпейді. Олардың ұстанатын ұстанымдары оның ішінде консерваторлар да бар, либералдар да бар, коммунистер жетпейді керісінше оған. Жаңағы жер қорғаны, ауыл деген сияқты. Ауылдың проблемасы, экология мәселесі, тағы басқа ол мемлекет құруға жетпейтіндей. Экология партиясы батыста қазір. Экология деген зеленыйлар кішкене жетіп қалды. Өйткені сол зеленыйға қазір экономиканы да, политиканы да, басқасын да кіргізіп жатыр да, ғылымды да. Так что чисто зеленый идеологиямен де мемлекет құрып жатқандар бар. Әлі жеткен жоқ, бірақ бізде құрылды осы жақында Байтақ деген. Байтақ деген оған жарайды, онда төртіншісі болсын. Бірақ сосын бір партия бар, Аманат, Нұр Отан. Оның проблемасы ол идеологиядан асып кеткен. Ол бір идеологиядан асып кеткен. Оның ішінде бәрі бар. Оның ішінде коммунистер де бар. Оны кәдімгі притом қазір мен кәдімгі представительдерінің несін тыңдасаңыздар, Байбектің кезінде болған кезде, одан кейінгі Қошановтардың тағы басқаны бүйтіп айтады, бізде вообще политический плюрализм жоқ қой дейміз ғой енді, ешкіммен таласпайды, депутаттар бір-бірімен төбелеспейді, что-то вообще скучно. Сөйтсек олар айтады, жоқ, сендер просто білмейсіңдер ғой дейді. Біз ан жақта төбелес те болып жатыр, кәдімгідей қырылып жатыр, біз мына жақтан жұмыс тобында Тілеухан шығады дейді да, ол ойбай ұлт тағы басқа деп, мына жақтан анау шығады, ойбай межнациональное согласие, мынау ЛГБТ дейді, мынау оған қарсы шығады. Түрлі төбелестер болып жатыр бізде дейді, просто сендер оны көрмейсіңдер ғой. Ол соның ішінен қайсысы жеңді, сол ғана жаңағы депутатский неге парламенттің несіне сол жеңгені ғана айтылады. Жеңгені ғана саясатқа. Мен айтамын да, онда сендер өздерің бір мемлекет құрып алсаңдар, бізге қатысы жоқ. Оның барлығы халықтың көз алдында болып отыру керек, халық соның ішінен өзі таңдау керек, халық соған дауыс беру керек, қайсысына ұнайды. Иә. Ан жерде қайсысы жеңіп шықты емес, бір кабинеттің ішінде кәдімгідей халықтың алдында бір-бірімен төбелесіп жатса, қайсысы халыққа ұнамды, қай идея жақынырақ, халық соған дауыс беру керек та. Сол әр қайсысы жеке-жеке партия болу керек. Тілеухан өз алдына партия болу керек. Анау өз алдына. Әйтпесе бір күлкілі нәрсе болады. Бақытжан Сағынтаев Нұр Отанның ол кезде несі еді, мүшесі еді Алматыдағы. 8 мартта феминистерге рұқсат береді. Сол Нұр Отанның мүшесі кәдімгідей митинг марш өткізеді. Ол жерде феминистер емес екен, оказывается. Ол жерде жаңа ЛГБТ бар екен, тағы басқа бар екен. Мен бардым соған. Бірақ сонда да айтамын, мен бардым да жартысынан қайтып кеттім. Өйткені ол жерде тоже сол ЛГБТ-ларды көрдім да. Сонымен қайтып. Енді ойлаңыз, Сағынтаев соған рұқсат берген, иә. Алматыда. Ол Нұр Отанның мүшесі. Тура сол Нұр Отанның мүшесі Тілеухан соны парламентте осуждать етеді. Қалай ол? Қалай бір партияның екі мүшесі, екеуі екі түрлі идеологияны ұстанады, екеуі екі түрлі құндылықтарды ұстанады. Қалай олар бір партияда? Неге? Енді бұл жерде қалай екенін түсінікті ғой. Бірақ неге? Өйткені бұған қарсы оппозиция жасай алмайсың. Өйткені сен бір идеологияны ұстансаң, Нұр Отан,
оған қарсы альтернативный бір идеологияны ұстанасың да, екеуі конкуренцияға түсіреді халықтың алдында. Ал сен мына кезде мынаған конкуренция басқа оппозиция жасай алмайсың. Өйткені сен қандай оппозиция жасасаң да айтады, иә, келісеміз дейді. Біз де соны қолдаймыз. Бәріміздің мақсатымыз сол елді дамыту, бәріміздің мақсатымыз экономиканы дамыту. Красавчик, бізге кел. Бізге қосыл. Сенің постың бар ғой, осы жаздың ғой алдында, әділетті Қазақстан. Иә, сол әділетті Қазақстан деген күшті жазды да. Мен енді өзімше қазір резюмировать етейін, сосын сен айтып бер, осымен тәмамдайық, иә. Бүйтеді, әділетті Қазақстан деген. Қазір Тоқаевтың күнде айтып жүрген әңгімесі ғой, әділетті Қазақстан құрамыз деген, иә. Бұл бүйтеді, Ернұр бүйтеді. Әділетті ешқандай президент болсын, келген партия болсын, қандай билікке келген адам әділетсіз Қазақстан құрамыз, жемқор айтпайды дейді. Олардың барлығының айтатын әңгімесі сол дейді. Енді ары қарай өзің. Иә, айтып тұрмын ғой, идеология деген ол құндылықтар, яғни жол жететін мақсатқа. Қалай жетеміз? Қандай құндылықтарға басымдық бере отырып жетеміз? Кімге басымдық бере отырып? Бизнесменге ма, көп балалы анаған ба, мұнайшыға ма, шахтерға ма? Оның барлығы идеологияның ішінде бар, шаблонның ішінде бар. Сіз соны таңдайсыз, сол бойынша жүресіз. Сіз жаңағыдай конкуренцияға түскен кезде соны айтуыңыз керек та. Сіз кімге басымдық бересіз? Қандай құндылықтар ұстанасыз? Қалай жетесіз жаңағы неге? Жоқ, бізде Нұр Отан мен Аманат мақсатты айтады да. Біздің мақсатымыз осы. Ал қалай жететін? Ол бәрінің мақсаты сол, онымен ешкім таласып жатқан жоқ. Әділетті қоғам құру, парасыз қоғам құру, салтанаттың да бәрінің де ойлап отқаны сол, елді дамыту ғой. Ешкім дамытпаймыз деп келіп отқан жоқ ол жерде. Біз құрдымға кетіреміз, Қазақстанды бөліп тастаймыз деп отқан жоқ ешкім. Бәрінің мақсаты сол, бір тұтастық тағы басқа. Бірақ негізгі нәрсе, екеуінің таласатын нәрсесі қалай жететінінде болу керек та. Жолдарында, иә, екеуінің әртүрлі таңдаған жолдары. Сол идеология. То есть сол жолды таңдау керек та. Адам алдынан екі жол шықса, тұра берсе, қайсысына барам деп ойланып, немесе мынаумен бар жатып, бұл дұрыс емес екен деп, мынаған барып қайтадан дұрыс емес екен деп, мынаған бүйтіп жүре беретін болса, адам аштан өледі. Адам таңдау керек та, жүру керек. Ол дұрыс болуы мүмкін, ол дұрыс болмауы мүмкін, бірақ әйтеуір жетіп қалу мүмкін да, 50-де 50 по крайней мере мақсатына жетіп қалу мүмкін. Ал егер жаңағыдай біресе көп балалы ананы қорғап, біресе шахтерді қорғап, біресе бизнесменді қорғап, қайта откат жасап жүре беретін болсаң, даму болмайды. Ол енді сол салдармен күресу ғой, иә. Ол салдармен күресу тағы басқа деген сияқты. Сол үшін де бұған оппозиция да дұрыс емес. Енді оппозицияға келетін болсақ та, оппозицияны қалай дұрыстаймыз? Ол да жаңағыдай бір идеологияға негізделу керек. Бізде бір как будто бір единая оппозиция бар сияқты сөйлейді. Бізде оппозицияның өзінде үлкен талас бар. Бізде кішкене верхушкасы бар оппозицияны ұйымдастыратын. Жанболат Мамай тағы басқалар. Олардың айтатын нәрсесіне, олардың бірінші кезекте айтатын нәрсесі адам құқықтары, жаңағы либеральный экономика, тағы басқа политический реформа, тағы бөлек сондай нәрселер айтады да. То есть либеральный идеологияны ұстанады, либерализм ұстанады, чисто ол анық. Оны қолдайтын үлкен топ таза социалистер. Билік ненің бағасын, бензин бағасын түсіру керек, нан тегін болу керек, ананы бүкіл барлығы национализация жасасын, бүкіл предприятияны билік өзіне алсын, кредит кешірілсін, бұл таза социализм. То есть қазір пока что общий враг бар кезде, враг демей ақ қояйық, общий оппонент бар кезде екеуі бірігіп тұр ғой. Бірақ егер вдруг олар жеңіп билікке келетін болса, қандай да бір жолмен, ол жерде анау жеңіске жеткен мысалға Мамай, анау өзінің партия мүшесінің сұранысын қанағаттандыра алмайды. Бұл Қырғызстандағы сценарий. Қырғызстанда тура солай қайта болып жатыр да, өйткені сөйтіп халық әйтеуір бір жаңа оппозиционермен бірігіп общий оппонентке қарсы билікке келеді да, бірақ аналар өзінің несін жүргізетін болса, қайтадан аналар қарсы шығады. Соны қолдап келгендер қайтадан қарсы шыға береді. Бұл Қырғызстанның сценарийі. Қырғызстанмен бітіргесің бе? Мен сол жалпы әңгіме осы. Рахмет сендерге. Жаңа жыл құтты болсын келе жатқан. Жаңа жыл құтты болсын. Рахмет сендерге. Көріскенше. Сізге рахмет кәдімгідей. Сізге рахмет, сіздің лекцияңызды тыңдадық бүгін. Ой, құрсын. Түсінікті болса болар, мен өзім әйтеуір көбінесе сол нәрсені ойлаймын. Бастысы адамға сол нәрсе ұйқы бермейді, ұйқым келмейді десе. Сол, рахмет. Рахмет.